Қарапайым халықтан барлығын алып жатыр ғой. Налог төлеңдер деді, декларация тапсырыңдар, анау дейді, мынау дейді. Енді қалғаны біздің ағзаларымыз қалыпты ғой. Ойбай, өзіміздің жанымыз аман болсын деп жүрген едік. Енді біздің данышпан министріміз жаңа заңға, осындай заң қабылдауға ұсыныс беріп жатыр екен. 40 мың адам қатысып, сауалнамаға 15% мақұлдапты. Біз өлетін кезде қол қойып береді екенбіз, ағзамызды басқа біреуге береміз донорлыққа деп. Жарайды, басқа біреу аман қалсын. Ол керемет дүние. Ал бірақ біздің Қазақстанда, біздің мынау ешкімге сенбейтін ақшаға сатылып кеткен заманда біз барамыз, бір жеріміз ауырып, өлтіріп тастайды ғой бізді. Келсем деп қол қойдырып алады. Олардың почеркісіне ешкім түсінбейді да, не жазып, не қойып атқанын олардың тілдерінде ешкім түсінбейді ғой. Жанымызды сақтап жүрген енді жанымыздан, ағзамыздан айырылатын болдық қой.